Қайырлы күн, құрметті студенттер. Менің аты жөнім Садербекова Динара Ғалымбекқызы. PhD қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, педагогика және психология және әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі болып табыламын. Педагогиканы оқыту әдістемесі пәні бүгінгі біздің бірінші дәрісіміздің тақырыбы ғылым және оқу пәні өзара байланыстары мен ерекшеліктері. Бүгінгі біздің дәрісіміздің негізінде қарастырылатын келесі сұрақтар: ғылым ұғымы және оның мәні, ғылымның құрылымы мен негізгі белгілері, оқу пәні ұғымы және оның мазмұны, ғылым мен оқу пәнінің арасындағы өзара байланыс, ғылыми білімді оқу процесінде қолдану жолдарын қарастырамыз. Бұл дәрісте білім беру жүйесінің негізін түсіну үшін ғылым мен оқу пәнінің арасындағы өзара байланысты терең талдау қажет. Бұл дәріс ғылыми білімнің педагогикалық үдеріске қалай трансформацияланатынын ашып көрсетеді. Ғылым білім алудың негізгі көзі дейді. Яғни ғылым дегеніміз табиғат, қоғам және ойлау заңдылықтарын тануға бағытталған адамзат қызметінің бір саласы болып табылады. Ол нақты зерттеулер арқылы жаңа білімдер жинақтайды және объективті, дәлелді және жүйелі білім көзі болып табылады. Бір сөзбен айтқанда, ғылым ақиқатты тану десек қателеспейміз. Ғылымның құрылымы ол теориялық білім жүйесі, зерттеу әдістері мен тәсілдері, ғылыми нәтижелер мен жаңалықтар. Ғылымның негізгі белгілері. Оның басты белгілері жүйелілік, дәлелділік, объективтілік және дамытушылық. Оқу пәні ретінде ғылымнан білім берудегі практика. Яғни оқу пәні дегеніміз не? Оқу пәні ол ғылыми білімдердің педагогикалық іріктеуден өткен оқушылардың жас ерекшелігі мен танымдық мүмкіндіктеріне бейімделген мазмұны. Оқу пәні ол ғылымға негізделеді, бірақ оның мазмұны білім алушылардың танымдық деңгейіне, психологиялық ерекшеліктеріне және білім беру мақсаттарына қарай арнайы қалыптастырылады. Ғылымда алынған теориялар мен тұжырымдамалар педагогикалық өңдеуден өткеннен кейін оқу пәнінің мазмұнын құрайды. Ғылым мен оқу пәні негізгі айырмашылықтар. Бірінші, ғылым жаңа білім алуға, зерттеуге, ашылымдарға жасауға бағытталған, жаңалықтар ашуға бағытталған. Ал оқу пәні ретінде, оқу пәні бар білімді игеруге, түсінуге, қолдануға бағытталған. Екінші, ғылым зерттеушілерге, кімге? Яғни зерттеушілерге, ғалымдарға, мамандарға арналған. Оқу пәні оқушыларға, студенттерге, білім алушыларға арналған. Үшінші, динамикасына келетін болсақ, ғылым үнемі дамып, тез өзгеріп отырады, жаңа деректер пайда бола береді. Ал оқу пәні ол белгілі бір тұрақтылықты сақтайды, біртіндеп жаңартылады. Төртінші, құрылымына келетін болсақ, ғылым күрделі, тармақталған, мамандандырылған құрылым болып табылады. Ал оқу пәні жеңілдетілген логикалық ретпен құрылған дидактикалық құрылым болып табылады. Енді ғылым менен оқу пәні арасындағы өзара байланысқа тоқталатын болсақ, құрметті студенттер, ғылыми зерттеулер, яғни жаңа теориялар, фактілер мен заңдылықтар ашылады. Педагогикалық іріктеу ғылыми материал білім беру мақсаттарына сәйкес таңдалады. Ал дидактикалық өңдеуге келетін болсақ, ол кезде материал оқушының деңгейіне бейімделеді. Оқу пәні ол білім беру үдерісіне қолданылатын дайын мазмұн болып табылады.
Бұл үдеріс екі жаққа бағытталған, ғылым оқу пәнін байытады, ал оқу практикасы ғылымға жаңа зерттеу бағыттарын ұсынады. Енді әдіснамалық білімнің төрт деңгейі. Жаңа жоғарыда теориялық ғылым теориялық білім жүйесі басты белгілерін айттық. Енді әдіснамалық білімнің төрт деңгейі: философиялық, ғылыми, жалпы ғылыми, нақты ғылыми, технологиялық деңгей болып бөлінеді. Енді ғылыми білімді оқу процесінде қолдану ол мұғалімнің рөлі. Мұғалім ғылым жетістіктерін оқу материалдарына енгізу арқылы білім алушылардың, яғни оқушылардың ой өрісін кеңейтеді және зерттеушілік дағдыларын қалыптастыратыны сөзсіз. Ғылыми әдістерді оқу үдерісіне қолдану ол оқушылардың сыни ойлау, талдау және синтездеу қабілеттерін дамытады, зерттеушілік дағдыларына келетін болсақ. Педагогика, философия, психология, әлеуметтану, физиология және басқа ғылымдармен терең интеграцияланған бұл пәнаралық байланысы. Педагогиканың ғылым ретіндегі ерекшелігі. Педагогиканың ғылым ретіндегі зерттеу пәні адам, яғни жеке тұлға. Оның дамуы, қалыптасуы, әлеуметтенуі, білім алуы, тәрбиесі болып табылады. Жеке тұлға дамуы, яғни жеке тұлғаның дамуына адамның интеллектуалдық, эмоционалдық және әлеуметтік дамуын зерттеу. Оқыту және оқу процестерінің заңдылықтарын анықтау білім беру үдерісі. Қоғамға бейімделу және әлеуметтік рөлдерді меңгеру ол әлеуметтенуге қарай ерекшелігі. Адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру әдістері ол тәрбие жүйесі ерекшеліктеріне жатады. Заманауи педагогикада ғылым мен оқу пәні арасындағы үйлесімді байланыс ол маңызды рөл атқарады және білім беру сапасының негізі болып табылады. Қорытындыға келетін болсақ, негізгі тұжырымдар бізде ғылым мен оқу пәнінің бірлігі, үздіксіз жаңару, педагогикалық өңдеу, яғни ғылым менен оқу пәні олардың өзара байланыстары және ерекшеліктерінің негізінде бізде ғылым мен оқу пәнінің бірлігі, яғни ғылыми білім оқу пәнінің мазмұнын қалыптастырады, ал білім беру практикасы ғылымды дамытады. Бұл екі сала бір-бірін өзара толықтырады. Оқу пәні ғылыми жаңалықтарға сәйкес үнемі жаңартылып отыруы тиіс, яғни бұл білім берудің өзектілігін қамтамасыз етеді, яғни әрқашанда үздіксіз жаңарту жүргізіліп отырады. Ғылыми материалды оқу пәніне айналдыру үшін дидактикалық қағидаларды сақтау және оқушылардың ерекшеліктерін ескеру қажет. Яғни бұл педагогикалық өңдеуге келіп, өңдеу негізгі тұжырымдар ретінде айтылады. Яғни бүгінгі біздің дәрісіміздің жаңағы аясында сізге практикалық тапсырма ретінде ғылым дегеніміз не, оның басты мақсаттары қандай, ғылымның негізгі белгілерін атаңыз, ғылым мен оқу пәнінің арасындағы айырмашылық неде, оқу пәні қалай қалыптасады, оқу пәнінің мазмұнына ғылыми білім қалай енгізіледі, ғылыми білім мен оқу пәні мазмұнын салыстыру, ғылым мен оқу пәнінің құрылымындағы айырмашылықтарды көрсету, ғылыми зерттеу мен оқу үдерісі арасындағы ұқсастықтар мен ерекшеліктерді талдау сияқты, ғылыми білім мен оқу материалдарының арасындағы байланысы қандай екендігін, ғылым мен оқу пәні арасындағы өзара байланыс қағидалары қандай, неге қандай қағидаларға сүйенетіндігін біліп, осы аталған сұрақтар мен тапсырмаларға жауап қарастырыңыздар. Үйге берілетін сіздерге тапсырма. Ұсынылатын жаңағы әдебиеттер жалпы біздің оқу әдістемелік кешеніміз. Оқу әдістемелік кешеннің ішінде силабусымыз бар. Сол силабустың ішінде барлығы көрсетілген, қандай тапсырмалар бар. Сіздер оны Платонов жүйесінен алып
өздеріңіз қарасаңыздар болады. Ал енді негізгі әдебиеттер, қолданатын әдебиеттер: Губайдуллина педагогиканы оқыту әдістемесі оқулығы, Мұханбетжанова педагогиканы оқыту әдістемесі оқулығы, Мыңбаеваның методика преподавания педагогики учебный пособиесі 21 жыл жарық көрген, Дүйсенбаевтың педагогика оқулығы 2018 жылы жарық көрген. Бұдан да басқа қосымша бірқатар біздің кітапханамызда әдебиеттер бар. Әдебиеттер электрондық библиотека да бар. Соның сілтемесін алып кітапханаға барып даярлансаңыздар болады.